Жедел хабар. Өзбекстан қазақстандық студенттерге мемлекеттік грант бөлді. Егер хабарда толығырақ білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Өзбекстан қазақстандық студенттерге мемлекеттік грант бөлді. Өзге де студенттер қол соғып, қошемет көрсетіп отыр. Өзбекстан қазақстандық студенттерге мемлекеттік грант бөлді. Отандастарымыз Самарқандтағы халықаралық туризм университетінде тегін білім алып, магистрлік дәрежесіне ие болады. Қазір оқу орнында 80-ге жуық шетелдік білім алады. Соның 5-еуі қазақстандық. Биыл оқуға қабылданып, қызмет көрсету саласы бойынша біліктілігін арттырып жүр. Ай сайын шәкіртақы алады. Келер жылы да талапкерлерге есік ашық, дейді университет ұжымы. Оқыту тек ағылшын тілінде жүргізіледі. Орталық Азия бойынша тек туризм саласына негізделген жалғыз оқу орны. Айта кетері, біздің елде екі жақты келісімдер негізінде Өзбекстан азаматтарына мемлекеттік грант бөледі. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.